Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 2 ақпанда Торғай облысы Аманқарағай болысында дүниеге келген. Әкесі Алтынсары орта жүз қыпшақ тайпасынан шыққан. Ол ауыл молдасының алдын көргені болмаса, басқадай оқу қылмаған. Момын шаруа баққан адам болған. Ол 1844 жылы Кенесары қозғалыс кезінде қайтыс болған. Сонда бесіктегі Ыбырайды Жетібай Өтемісов деген азамат аман алып қалған. Содан ол атасы Балғожа Жаңбыршұлының қолында тәрбиеленеді. Анасы Айман Арғын, Шеген бидің қызы. Ыбырай 1850-57 жылдары Орынбордағы қазақтарды билеу бас басқармасына қарасты қазақ мектебін бітіріп шығады. Содан Орынбор облыстық басқармасында іс жүргізуші және тілмәш болып қызмет атқарады. Содан Ыбырай 1860 жылы мектеп ашу мақсатымен Торғайға ауысады. Бірақ жергілікті органдардың жәрдемі аз болған соң мектеп ашу жұмысы созылып кетеді. Соған қарамастан Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасы жайында әңгімелер жүргізіп, жұрттың оқуға ықыласын аудару үшін біраз балаларды өз үйінде оқытады. Содан 1864 жылы 8 қаңтарда Торғай қаласында қазақ балаларына арналған бастауыш мектеп салтанатты түрде ашылады. Оған 14 қазақ баласы кірді. 1868 жылы Орынбор генерал-губернаторлығы 2 әкімшілікке бөлінді. Біреуі Торғай, екіншісі Орал. Соған орай Ыбырай Торғай уездік сотының уақытша қызметін атқарды. 1870 жылы Ресей географиялық қоғамының Орынбор бөлімшесінің номері 1 запискасында Орынбор ведомствосы қазақтарының өлген адамды жерлеу және оған ас беру дәстүрі және Қазан университетінің баспаханасынан Орынбор ведомствосы қазақтарының құда түсу және той жасау дәстүрлерінің очеркі деген этнографиялық мақаласы жарияланды. 1876 жылы Ыбырай Петербург, Қазан қалаларында болып, орыстың ағарту жұмысының жүйесімен танысты. Ағартушы қайраткерлердің еңбектерін зерделеді. Ыбырай балаларға жаттамалы діни оқудың орнына жаңаша әдіспен түсіндіріп оқытып, оларға тез хат танытатын жол табады. Соның нәтижесінде Ыбырай оқытқан балалар небәрі 3-4 айда қара танып, кітапты еркін оқитын халге жетеді. Ыбырай заманда қазақ даласындағы діни оқулардың көбін Қазан, Уфа қалаларында оқып келген татар молдалары оқытты. Пайдаланылатын оқу құралдары да Қазан және Уфа қалаларында татар араб тілдері араластыра басылып шыққан кітаптар болатын. Ол 1876 жылы Петербург, Қазан қалаларына барып, орыстың ұлы педагогтері Ушинский, Толстой, Бунаковтардың оқулықтарымен танысып, олардың оқыту жүйесін үйренді. Соларға еліктей отырып, қазақ тілінде тұңғыш оқулықтар жазуға кірісті. Ыбырай педагогтық атағы 1879 жылы Торғай өлкесіне мектеп инспекторы қызметіне тағайындалған кезінен бастап атағы шыға бастады. 1879-83 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде уездік жаңа мектептер ашты. 1883 жылы Торғай қаласында тұңғыш қолөнер кітабын ашып, жастарға кәсіптік техникалық білім беру ісін қолға алады. Онда оқушылар сабын қайнату, тон пішіп, тігу, тері илеу кәсіптерін үйреніп меңгерді. 1887 жылы Елек уезіне қарасты Бөрте болысынан Қостанай уезінің Обаған және Жітіқара болыстарынан бір сыныптық мектептер ашып, әрқайсысының жанынан қазақ балалары жататын 25 орындық интернат салдырды. 1887 жылы Ыбырайдың армандаған оқу құралдарымен өзі жабдықтаған Ырғыз қыздар училищесінің салтанатты түрде ашылуы болды. Осыдан кейін Қарабұтақта, Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде қыздар училищесі ашылды. Ыбырайдың Орынбор әкімшілік басқармасы алдына қойып жүрген тағы бір мәселе Орынбор кадет корпусына жылма-жыл Торғай облысы қазақтарының балаларынан тұрақты оқуға бала алғызып әскери маман даярлау болатын. Оның ұсынысы бойынша 1887 жылдың 19 қарашасында әскери губернатор жыл сайын аталған корпусқа Торғай облысынан бір қазақ баласын алуға ресми рұқсат беріп стипендия тағайындалды. Ыбырай Алтынсарин 1888 жылы қыркүйек айының 21 күні Қостанай қаласында орыс мектебін ашты. 1888 жылы Ыбырай уезд орталықтарындағы орыс қазақ училищелерінің жанынан кәсіптік мамандықтарға даярлау бөлімдерін құрды. Ырғыз училищесінің жанынан тері илеу зауытын ашты. 1886 жылы Орскіде тұңғыш мұғалімдер мектебін ашты. Ыбырай
10 жыл бойы Торғай қаласында инспекторлық қызметті атқару кезінде талай қиыншылықтарға тап болды. Ыбырайға өшкен қазақ молдалар Орынбор генерал-губернаторлығына өтірік шағым мәлімдеме берді. Ал орыс генералы Приходько оны қудалап, Ыбырай ашқан мектептерді жауып, өзін инспекторлық қызметтен босатып, ісін сотқа беруді ұйғарады. Ыбырай орыс достарының ара түсуімен бұл істен әзер құтылып аман қалады. Ыбырай денсаулығының нашарлағанына қарамай, Қостанай қаласына келіп, Торғай облысының губернаторы генерал Барабашпен кездесіп, мына мәселелерді шешуге келісім алады. Оқу-ағарту ісіне халықтан қосымша қаражат жинау. Ол кезде мектеп ашу ісіне мемлекет тарапынан ақша бөлінбейтін. Қыз балалар оқитын училищелер ашу, ауыл шаруашылық мектебін ұйымдастыру. Мәскеудегі жер шаруашылығы академиясында оқитын қазақ балаларына стипендия тағайындау. Тері өңдейтін, сабын қайнататын зауыттар ұйымдастыру тағы басқа. Қысы-жазы даланы атпен аралап, өзі ашқан мектептердің қамымен жүріп, Ыбырай 1889 жылдың 17 шілдесінде Қостанай қаласынан 3 шақырым жердегі Тобыл өзенінің бойында Инспектор көлінің жағасында өз үйінде 48 жасында жүрек ауруынан қайтыс болады.